Кәріс халқының сүйікті тағамдарының бірі жып-жұмсақ боп пісетін осындай бау булочкаларды жасаймыз. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін жылы суға ашытқыны, қантты, тұзды, сұйық майды салып, ұнды жартысын бірінші саламыз, жып-жұмсақ қамыр елейміз. Қалған сұйық майды салып, енді жарты сағатқа көтерілуге алып қоямыз. Табаны қыздырып аламыз, сұйық майды құямыз, ұзыншалатып осылай етті жақсылатып қуырып аламыз. Келесі кезекте пиязды салып, оны да видеодағыдай осылай қуырамыз. Сәбізді үкіштен өткізіп, қара бұрыш, паприка тұз, соя тұздығын саламыз. Тағамға ерекше дәм беру үшін чонгустам халал дәмдеуішінен жарты шай қасық қосамыз. Суды құйып, енді етті жақсылатып қуырып аламыз. Көтерілген қамырды теңдей етіп, екі бөлікке бөлеміз. Орташа қалыңдықта нанды жаямыз, және де дөңгелекті форма жасау үшін